Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді алмұрт қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаның сарысын саламыз. Кейін оның үстінен қантымызды қосамыз. Екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін еріп тұрған бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз бізде песочный болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Және де қамыр қопсытқышты қосып, кейін осылардың үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Бізде эластичный, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік қамыр болып шығады. Қамырды екі бөлікке бөлеміз. Екінші бөлікті кішірек қылдырып алып, тоңазытқышқа қатырып қоямыз. Бұл біздің тестамыздың үстіне үккіштен өткізіп қосқанға қажет болады. Ал қалған қамырымызды жаңағы пирог жасайтын ыдысымызға орналастырамыз. Менде пирогтың диаметрі 24, және де алмұртты төртбұрыштап турап, үстіне қант қосып араластырамыз. Мен бұл жерде кішірек 3 алмұрт қолдандым. Егер де сіздер начинкасын көп болғанын қаласаңыздар, 4-5 алмұрт салсаңыздар болады. Осылай үстіне орналастырып, кейін осының үстінен жаңа тоңазытқышта тұрған қалған тестамызды алып, терканың көмегімен, жаңа үккіштің көмегімен бетіне осылай өткізіп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дайын пирогымызды 180 градуста алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сол себептен өздеріңіздің духовкаларыңызға қарайсыздар. Бізде пирогымыз дайын, толық суыған соң кесетін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.